Азыке рахмет, жаңағы өзің орындаған қоңыр күйі керемет әсерлі шықты. Бұл қобыз аспабы деген бір одан шығатын үн, оның өзі бір тұлау бойы тұрған бір кие қасиет қой тұрған. Осыны бізге жеткізіп жүрген сонау ақсақалдарымыздың өзі қасиетті адамдар ғой. Сол қасиетті адамдардың біреуі Сарыбаев қой. Мен талай рет өзіңнен сұрадым, Базыке. Болат Шамғалиұлы туралы, Шамған ағай туралы, Фатима апай туралы, Хабидолла ағай туралы, Қуыш ағай туралы, Фуат ағай туралы сұрағанымда Болат туралы жақсы естеліктер айтып, оның осы тек қана өнер жолын ғана қумай, жаңағы ескі аспаптарды тіріту ғылыми жұмысына қалай ауысқандығы, қалай соны жеріне жеткізе қазақтың тек домбыра мен қобызы емес қанша жүздеген аспаптарын дүниеге әкелгенін жақсы білесің. Соны өзіңнен кезінде сұрап алып едім. Осы жөнінде өз аузыңнан мынау телекөрермендер естігенін қалап отырмын. Жақсы, рахмет Әдеке. Енді Болат аға деген жаңағы алтаудың біреуі ғой олардың. Бұл кісі біріншіден Болат аға бұл ғалымдар отбасынан шыққан адам. Әкесі кәдімгі Шамғали Сарыбаев, ғалым, әдебиетші, фольклор танушы. Ағасы Шора Сарыбаевты өзіңіз білесіз. Жақсы білесіз. Болат ағаның жанында көп жүрдім мен. 7 жыл оқыдым. Көп әңгіме айтатын Болат аға. Үйінде қазақтың ұлы адамдарының келген, Жамбыл Жабаевтың үйінде болған, Қажымұқан Мұңайтбасовтың үйінде болған, Екібастан Дина Шешейдің, Дина Нұрпейісованың үйінде болған, домбырасын берген Болатқа. Сол шаңырақта тәрбиеленген тұлға ғой енді Болат аға. Керемет еңбек етті ғой. Бір келе жатқанда айтты, Базархан, қазақтар маған басқа еңбегімді былай қойғанда, осы Сағыстырнай үшін ғана бір ескертіп қойып қойса артық болмасын деді. Дұрыс айтқан ғой. Ал енді көз алдымызда болды ғой осы оқиғаның бәрі. Қазір қайда барсаң да консерваторияға, мына ұлттық университетте, облыстағы колледждерде, барлық жерде балалар Сағыстырнай, сыбызғы, шертер, жетіген, ұрмалы аспаптардың түрлерін, шаңқобыз бәрін ойнап өтеді. Олар ойлайды, осы бір 200 жыл бұрын, 300 жыл бұрын келе жатқан дүние екен деп. Ол біздің көз алдымызда 60-шы жылдан 85-ші жылға дейін 25 жылда жасалған дүние. Иә, біздің кезімізде пайда болған. Иә. Сода бір келе жатқанда Болат ағадан сұрадым, Болат аға, сіз мынаған кіріп кеттіңіз осы аспапта. Бұл кісі бұған берілді ғой, өзіңіз білесіз. Берілгенде қандай? Бұл қайдан бұл сізге бұл нағып бұған араласып кеттіңіз деп. Ол кісі бұл жерде Ахмет Жұбановтың атын атады. Айтты, бәріміз театрға барамыз. Театрға барғанда үзіліс болады. Үзіліс кезінде бәріміз Ахмет Жұбановқа барып амандасамыз ағаға. Ол кісі үлкен кісілермен жүреді. Бізбен сөйлесуге уақытысы болмайды. Тек қана ойындағы кейбір әңгімелерін өзі айтады дейді. Мысалы, маған бір күні былай деді дейді. Болат, осы спектакльден кейін мені күтіп тұрып үйге дейін шығарып шығарсыз деп айтты дейді. Соны күтіп тұрдым, үйге алып бара жатқанда жолда келе жатып айтты дейді. Болат, осы біздің түркілердің, көршілес мемлекеттердің сондай аспаптары бар ғой, мына шекті аспаптар, жаңағы шаңқобыздар, жаңағы нелердің бәрі. Соның бәрі біздің қазақта болған. Ақын айтты дейді. Біз мына сыбызғы, соның кейін қобыз, домбыра, үш аспаптың төңірегінде әңгіме қозғап жүрміз. Осы сол аспаптарды сен қолыңа алып зерттесең қайтеді. Енді себебі Шаңқонды өзің көріп отырсың, бір жорлықпен кетті. Хабидолла домбыраның репертуарын, домбыраның методикалық нұсқаларын, домбыраға арнап шығарма жазып жатыр, ол онымен бара жатыр. Бағыты дұрыс. Соның кейін жаңағы Фатима қобыздың репертуарымен, қобыздың орындаушылығымен, қобыздың шәкірттері дайындауменен онымен айланысып кетті. Осы жерде сен осыған кірсең қайтеді деп осыны айтты дейді. Содан енді Болат аға осыған кірісіп осыны жасады ғой. Жасады. Ал енді бұл жаңа қазір айтып отырмыз, жаңа аталған аспаптардың бәрі
біртіндеп бірден болса да бір жерде шығар еді. Ал бірақ дәл осы Болат ағаның еңбегіндегі кім жасай қояр екен. Мен ойлаймын соны. Себебі Болат аға бұны ғылыми түрде зерттеді. Түп нұсқаға сүйенді. Түп адал еңбектен, өзіңіз білесіз. Иә. Сондай бұл кісінің ерекшеліктерін, жаңа өзі айтқандай, керемет еңбек қой бұның бәрі. Осыны мен бір неде конференция болды, осы ғылыми конференция. Дүйсен Қорабаев Касейінов ұйымдастырды, ғалымдар үйінде. Сонда мен жаңа ағаңның айтқан сөзін айттым ғой, трибунада тұрып. Сонда шыққанда жаңағы Алтын Сәлемна, жаңағы Сараділ Еренлер келіп, Базархан, сен бүгін не айтқанын білесің ба? Не айттым ба? Болат аға жайында сөйледім ғой. Сен Болаттың еңбегінің ар жағында Ахмет Жұбанов тұрғанын сен айттың. Сен ғылымға жаңалық айттың деп сондай бір әрекеттер айтқан кездері болды. Енді Болат ағаның еңбегі кішкене әттеген жері бар. Енді бір аспаптар өзінің ойлағандай деңгейге жайғаспады. Оның докторлық диссертацияны қалай қорғады? Неге Мәскеуге барды? Мен өзім Талғат екеуін вокзалда шығарып салдым. Анау аспаптардың бәрін үлкен дорбаға салып алып, соныменен кетті ғой. Москвада өте жақсы қорғады. Ташкенттен Қараматов қатысты. Башқұртстаннан, Татарстаннан, сон Москвадағы фольклор зерттеушілер қатысты сонда. Бәрі, былайша айтқанда, екі қолын көтеріп қорғап келді. Бірақ әттеген енді біздің кімдер екен білмеймін. Ол да жаңалық жоқ. Қазақтың аспаптары, ары жазып Мәскеуге. Ананың документ, дипломын аламай қалды. Қатты ауыр дейді. Соның кейін еңбегі көп. Ол жағында жүргенде Қылғобыз классы ашылғанын білесіз ғой. Білемін ғой. 68 жылы. Алғашында жарықтық Жаппас Қаламбаев, керемет қобызшы, домбырашы, композитор. Денсаулығына байланысты бір жылдан кейін қайтыс болып кетті. Мына қобыз оқытыла ма, оқытылмай ма деген кездерде Болат аға өзім оқытам деп арқарай бізді оқытты ғой көз алдыңызда. Қуаныш бәріміз жүргенде. Соның кейін 71 жылы, 2 жылдан кейін біз кішкене сімішек жүргізіп дыбыс шығарып қалған кезде Дәулет Мұқтыбаев қорғалжындыға ауылға зейнеткерлікке шығып кетіп қалыпты. Соны алып келіп Еркеғали Рахмадиев болып жүрді әрине. Сол кісілер Болат аға бар ақылдасып, сол кісілер бізге күйіре бастады. Сонда Болат ағаның қуанғанын көрсең сен, Дәулетті алып келгенде дәстүр келді. Даланың қобыздың үні келді деп, соны қуанғанын. Сол жаңағы менің орындаған Дәулеттің абызың толғауы деп үйреткен күйі ғой. Иә. Енді Болат жайында өзіңізде талай жанында жүрдіңіз. Бөкен керемет ұлы адам, керемет қарапайым адам. Мына ұлыларға бір тиісті қасиет пе, или ұлылар өзі солай бола ма? Қарапайым, сосын мұтып қала беруі мүмкін. Басқа бір нәрсені айтып тұрып, басқа әңгімеге кетіп қала беруі мүмкін. Екі галстук тағып барып Иә, есімізде бір күні екі ақсақал болды. Біреу Болат ағамыз, біреу Николай Андреевич Лапчиков примадан сабақ беретін. Білемін ғой. Иә, Болат ағамыз жаңағы консерватория кіріп қатқанда бір галстугы артында, бір галстугы алдында, біреу артында тұратын еді. Байқамай қалады ғой енді. Николай Андреевич Лапчиков екі туфли киіп келеді, біреу қызыл, біреу қара. Сондай. Ұлылық қой оның бәрі енді. Ол ана өзіне берілгендік, өзінің алған бағытына соншама берілген, ол өз туралы ойламайды. Өзін сәндеп, өзін әдемілеп жүруге оның уақыты жоқ. Ана алған ісін істеу керек. Сенімен амандасып тұрып, ол саған қарап тұрып, сені көрмеуі мүмкін. Сенің ар жағында бір нәрсеге қарап тұрады. Сен балам қай ауылдансың? Ана ауылдан ба? Сонда бір шал бар, сонда бір қобыз бар, или болмаса домбыра бар. Келесі барғанда маған соны ала кел деп тұратын еді. Жарқын айтып отырады, Ыстықкөлге бірге бардық дейді бір кезде. Сол Ыстықкөлге барып, жағаға балалар келеді ғой, жаңағы Шолпан атаның, бестерелесі жерде балалар жинап, сендердің ауылдарында сыбызғы тартатын адам бар. Сендердің ауылда сасырна сияқты аспап үрлеп жүрген адамдар бар ма? Соны маған көрсетіңіздерші деп сонда сөйтіп жүреді. Жұмысқа берілгендік деген, бар ынтасымен берілгендік,
ақыры нәтижесін шығармай қоймайды ғой. Сол бөкеңнің арқасында қанша аспаптар, жаңағы сазтырнайлар тек жеке орындау емес, тіпті оркестрмен орындауға дейін жеткізілді ғой. жеткізді. Ал енді осының бәрі табыс емес пе, осының бәрі еңбек емес пе, осының бәрі қазақтың байлығы емес пе. Қай аспапта ойнасаң да, домбыра болсын, қобыз болсын, сырнай болсын, сазтырнай болсын, жетіген болсын, бәрінде ойналатын қазақтың бір нәрсесі ол күй. Қазақтың күйін осы кемітпей, кемсіндірмей, осылай ұстап кеткен ағаларымызға мыңда бір рахмет қой. Сөз жоқ.